Слушай, надо слышишь? Ты слышишь, ли ты там сидишь? Çok laf mı? Жүлдетіңіз. Bugün tavuğa geledir. Tavuk. Sıramaydı eken bu. Tavuk görmegenmiz ba? Dep qarab. Жоқ keri жоқ. Çok maaşlamda tartamay baradı. Машинаңды тауға тақсап келеді. Tali salvarak bildi tavuğa qarab öpkesi uçtu. Keremet eken. Avgın жасауға болмайды дейді. Апа, көй жаққа барғысы келіп тұрман дейді, апа. Бомбочка атасыз ба? Keremet. Жүріңіздер, орын алып алайық. Шашлыкқа. Мен көл бар жағынан алайықшы, сояқтың орындар. Келдік ал. Көл бар жағынан алайықшы. Айысайға келдік. Keremet eкен енді. Мама! Айғайлама. Тапшан, шашлычный, мангал, шашлык пісіруге болады екен. Ең бір носы, мынау тапшандар 30 мың теңге екен. Масқара қымбат, бір шашлык пісіріп алу 10 мың теңге екен. Базар жағында. Баға деген ұрт тұр екен. Баға деген ұрт тұр екен. Бұл жақсы жер екен. Өкпеміз ашылып қалдыға деймін бұл. Тауға келіп, тау көреміз деп тауға келдік. Өшіп қалдық вообще. Кеше Чымбұлаққа барғанбыз. Медеуден Чымбұлаққа. Жаяу лестницасын көтеріліп вообще. Өкпе деген өшіп қалды, таза бітіппіз ғой негізінде. Спортпен айналыспасақ болмайды екен ғой. Денсаулық деген аты бір тамақ ішіп семіріп кетіппіз әбден. Тауға шығамыз деп, тау көреміз деп таза ауада өшіп қалдық. Спортпен айналыспасақ болмайды екен. Тау деген әлемден табиғат. Керемет. Аюсайға келгенбіз, Аюсайға. Өкпе деген өшіп қалды. Бір мезгіл бір спортпен айналысып, кросс жүгірмесек, қарны шығып, семіргеннен басқа кетірмекпіз ғой. Мамасын дегенде Тау мощный. бір жағы инспектор қапқа. Мәні Аюсай деп, Аюсайдың аюларын көріп отырмыз. Манекен аюларын. Тәр аю бар ма екен бұяқта? Жоқ па екен. Тауға кеп демаламыз деп шаршап қалып отырық қой. Енді ұйықтағанымызды білмей, өшіп ұйықтап отырық қой сразу. Түс көруге уақыт жоқ қой. Бүгін екінші күн тауға аралап атқанымыз. Қазақтың жігіттері шедіре ғой негізінде. Арбуз жеңісі арбуз беріп жатыр, рахмет. Мұндағылардың бәріне беріп жатыр. Бәріміз бір арбуз жеп отырмыз. Тамақтың машина, екі машинамен келгенбіз ғой. Бір машина водитель келіп алым тауға шығып кетті.
Тамақ, продукттың бәрі соның машинасында. Күтіп отырған. Арбуз жейіп. Мотоциклдар бар екен мына жерде. Электрический. Мынамен бауға шығып келу үшін 2 сағат 35 минут екен. Базар жоқ, удовольствие. Слишком қымбат. Енді 2 адам есе 70 мың теңге сразу. Мотоцикл сатып ала саған жақсы сияқты. Велосипедтердің 25 мың теңге екен, электрический велосипед 25 мың теңге. Базар жоқ. Баға деген. Шашлык бастадық. Шашлык жасап бастадық деймді. Бағана ана жақта платно деп айтып, мына жерде бесплатный жері бар екен шашлык пісіретін. Тегін жерін тауып алдық шашлык пісіретін. Яғни беседкасы бар. Тегін екен да. Шашлыгыңды келіп пісіре бересің. Астында анда бетон болу керек екен да. Осы бетонның үстінде смело пісіре берсең болады екен. Шашлыкты бастап жатырмыз. Демалуға келген қонақтар. Шашлыкты бастап жатырмыз. Машиналарды таудың ортасында, ар жағымызда речка ағып жатыр. Сарқырама. Шашлыкты бір құратып жатырмыз. Ана сарқыраманы қара. Қандай мощный тасып отыр ғой ну. Дауысы деген енді айтты. Маған бір түсіп алсаң керемет болып қаласың. Сарқырама. На Бао вообще красота была такая скорость. Японская дорога дейді. Старая японская дорога. Сынбайды? Кемпинг. Абрикос бар, кеттік абрикос береміз. Керемет. Пожарниктер жүреді екен. Қайсы облепек? Старая японская дорога дейді. Анау адамдар анау жақта да жүр ғой. Тау керемет енді. Сарқыраманы қара. Сарқыраманы қара. Мынаны жасап қойса болады ғой, мынаны қара апасын. Масқара ғой. Біреу түсіп кетсе ше қайдан білетін, білмей керек. Бат етіп қой көріп қой. Мына сұмдық қой масқара. Мая. Водопад не деген водопад деймді. Керемет жер екен.